네, 어서 오세요. 인사드리. Assalamualaikum ауылдастық. Жұмыс басталды. Жұмыс басталды. Мына жігіттер артып жатыр мінекей КамАЗға. Мына сварочный цех. Саят командир. Мінекей. Мына дайындап қойған екен. Шаруақтардың бәрі бар екен. Міне. КамАЗға артып жатырмыз. Аламаның бірісі таңертеңге қазір артын айдап қоямыз, таңертең ерте шығатындай. Сол. Білмейді, өзі біледі. Үй. Жақсы, аманшылық Думан болсын. иде, машине. Міне жұмысымызды бітіріп Топаркөлден қайтып барамыз. Жаңбыр жауып тұр. Жер батпақ, машиналар лақтырып отыр. Осылай болып жатты жобар. Қоршау. Мынау біздің ауыл. Мына тойхана. Ауылдастар жиналып барадық. Ет пісіп жатыр. Мынау Саят ағамыз. Азыр келеміз. Мастер ме? Жоқ, видео түсіріп отырмын. Өзі? А? Мастер ме дейді? Жоқ, видео түсіріп отырмын же. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мынау біздің тойханамыздың столовый. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Медетсің сен, да? Иә. Мен шопанмын. Сен кішкентайсың ғой. Сен төлемдесің, да? Қазір үлкенмін. Та? 78-сің. 79-мын. Төлемдесің. Иә. Мынау біздің тойхананың іші. Бүгін ауылдастар жиналып жатырық. Бұрын бір Алакөл деген ауылда тұрғанбыз. Сол барлығымыз келіп, ауыл тұрғындары қазір қосылып жатырық. Бұл ауылда қазір ешкім тұрмаймыз, бәріміз жан-жаққа кеткенбіз. Енді басымыз қосылып, осында ас беріп жатырық. Осындай керемет ауылдың тойханасында. Бізде воспитатель болып сатында ашшылдар мәселе. Видео var шештікте жүрміз ғой. Медет тура папасы болыпты. Көзі бар. Тура кетеді, пельмени, все же. Міне біз Топаркөл деген жерге келдік. Осыншама адам жиналады деп біздің ауылдан ойламаппын. Қаншама машина айтар. Ауылдастар, жерлестер осылай кездесіп Топаркөлде бейіт басында Құран оқып, Құран бағыштап. Мынау қоршауды да біздің ауылдың жігіттері істеді қосылып.
бұрынғы тұрғындары осы ауылдың. Қаншама адам кетті. Осындай керемет ауылда туып өстім мен. Күшті. Міне ауылға адамдар жиналып отыр. Осы ауылдың тұрғындары. Біраз жылдан сон. Біраз жылдар өткен сон. Сцена құрылды, қазір концерт болады. Қаншама кісі жиналды. Қазір достар, памятниктің ашылуы болайын деп отыр бізде. Алдын бір видеоға түсіресің, анда Ауылдастардың атынан ауылға естелік тас қойып отыр. Ассалаумағалейкум. Өздеріңізге белгілі, туған жерге туған елдей ел болмас, туған жердей жер болмас деп қазақ тегін айтпаған. Бүгін мынау қазақ деген қарға тамырлы қазақтың қасиетті де қадірлі өткеннен келе жатқан тәрбиенің қайнар бұлағын көріп қуанып тұрған жайымыз бар. Өйткені қазақта өлі риза болмай тірі байымас дейді. Есінде осы ауылда дүркіретіп тұрып, қаншама мал ұстап, осы ауылда еңбек еткен ағаларымыз бен апаларымыз бар. Солардан тараған ұрпақтар мені естуім бойынша өлі риза болмай тірі байымайды деп. Бұта Алакөл ауылдың маңындағы зираттың қоршап, онымен бірге құран оқытып, барлық осы ауылдан түлеп шыққан аға жеңгелері, көлдерді, кішілерді барлығын басын қосып отырған жайы бар. Түрде қазір ескерткіш ашамыз, одан кейін бүгінгі программамызды айтайын. Осы салтанатты іс-шараны ашып алғаннан кейін сол сахнаның алдына барасыздар. Сол сахнаның алдына сіздерге арналған шағын концертіміз бар. Сол концерттен кейін барлық ауылдастар бірігіп, жаңа Қанат Жариясова ұсыныс жасап жатыр. Тауға барып, ауылдың басында общий фото жасасақ деп, общий фото жасағаннан кейін жаңа өлі ырза болмай тірі байымас деп жаңа сөзімді айтып өткіздей, осы ауылдың зиратында жатқан ақсақалдарға, осы зираттан өткен аруақтарға арналған ас беріліп, Есенді ауылында әрі қарай кесімді жалғасатын болады. Шынымен де осындай береке бірлігі жарасқан ауылды көру үлкен ғанибет. Сондықтан да осындай ұрпақты тәрбиелеген ата-бабамызға сіздерге
бар, баталы бұлармас, батасын бұзармас деп, осындай берекелі жұмыс істеп жатқан жастарға алғысы ретінде ауылымыздың ақсақалы, осы ауылымыздың ең үлкені, қазіргі көз үлкені Хамзе ақсақалдан әмин деп бата сұраймын. Әмин. Осы ауылдас қауымдастарды біреулеріңіздің, аталарыңыз, біреулеріңіздің, әкелеріңіз, бабаларыңыз, апаларыңыз, ал енді сіздерге көне бірінші айтарым осы топырақта өскен осындегі аунап жүрген. Мың алғыс сендерге, өсе беріңдер, өне беріңдер. Қолдағандарыңа мыңда бір шүкірлік айтамын. Дендерің сау, басымыз аман, аспанымыз ашық, міне бүгін күн қандай жарқырап болып тұрып бұл істі қолдап. Алла тағаламыз қолдасын бізді, ісімізді оңға бассын. Бала шағаларымыз өсіп өне берсін. Қайырлы күн, құрметті ауылдастар, құрметті Алакөл ауылының бүгінгі мен кешегі тұрғындары, барлықтарыңызды ауылымыздың төрінде көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Өздеріңіздер білесіздер, биылғы жыл Алакөл ауылымызда аға-апаларымыздың бастауымен сауапты игіз қолға алынып, Топаркөл қорымы толықтай жаңартылды. Осы жақсы игістің жалғасы ретінде бір уақытта бала болып кеткен ауыл жастары ауылымызға естелік сыйлауды жөн көрдік. Міне бүгін бәріміз басымыз қосылып, туған жерде жиналып тұрмыз. Осындай бір дүниені құрып ойластырғанда мен бір жақсы бір дүниені білдім. Кез келген адамның туған жерге деген кезектеріп жетуші қыраттарда су әкеліп құятын бұлақтарда қара шәугім қалдым-ау қара құстар қанат қағып өзіңнен жырақтаған қара шәугім қалдым-ау қара құстар қанат қағып өзіңнен жырақтаған ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазсам сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа жол жүрген бүгін бармасаң ерген болмайды тынысында жан тіреймін елге маңдайды ет жақындарым аттанып кеткен келмеске көз көргендерден азайып қапты сол қай